бүгінгі видеода мен өзімнің шашымды бояйтын боламын. Естеріңізде болса, мен осыдан 1 ай бұрын өзімнің шашымды осветление жасаған болатынмын. Қалайсыз? Күшті прикол. Да. Мынаны қараңыздар, сары болып тұр, иә. Бірақ мына сары цвет маған уақыт өте келе ұнамай жатыр. Енді бүгін осы шашты бояйтын боламын. Если что, мынау менің рабочий столым, просто здесь творческий беспорядок. Внимание обращать етпей қойыңыздар. Мына жерде сіздердің сүйікті жәнібектеріңіз, мінекей, 2 аяқты, сен тағы да бір нәрсе білдірейін деп жатсың ба? Деп жатыр, короче. Деп осылай мен, киімімді ауыстырып алдым. Мына футболка маған негізі керек емес. Поэтому мына футболка бізге не жалко. Все, бастаймыз, кеттік. Шашымды мінекей осындай тоникпен бояйтын боламын. Бізде результатта осындай розовый цвет шығуы керек. Негізі бояу өте оңай, просто қаласыңдағына өйстіп құясың мынандай жерге. Ой, вау, мына қараңыздар, красиво. Туториал, мынау нәрсе қараған жоқпын. Не знаю, как я буду чувствовать, так и будем. Все. Так, мына жерде менде краска, неке. Осыны енді бояймыз. Осылай ма? Осылай. Мына қараңыздар. Ух ты! Ужас. Что-то должно получиться, Осылай бояп жатырмын. Егер де мына жерде бір шаштараздар, салонда істейтін адамдар болса, лучше көрмей-ақ қойыңыздар. Сіздердің жүректеріңіз қатты ауырып жатқан сияқты ғой. Слиха, что ты делаешь? Шашты олай боямайды деп же. Так я чувствую, так и буду красить. Осылай. Ертең шашым түсіп қалса, кімнен көрмейді? Осылай бояйды ғой, иә? Менің тоникім бітті, по идее. Мына жақтарыма жетпей қалды. Мына жақтарыма чуть-чуть жетпей қалған сияқты. О, смотрите. Так, мына жерімізге жағайық. Мәссаған. Опа, все. Енді осылай жарты сағат күту керек. Таймер, давайте 25 минутқа қойық. Все, кетті. Уақыт болды, все. Бауырларым, Дима. Ойбай, телефон су болып қалмасын, ужас. Ванны розовый. Қазір мистерге көрсетем. Қараңыздар, ванны розовый. Шашым түскен. Так, қазір шашымды кептіретін боламын. Вот у нас результат вот такой. Так, ең алдымен мен шашыма термозащита. Менде термозащита осындай не түрінде, крем сияқты. Так, келесі менде осындай для кончиков, мындай не, масло для волос. Что, ничего такое? Тоже хочешь? Сені де бояп қоятын едім, сен просто жаланасың ғой. Жалап ішіңнің бәріне химия кетемі деп сені бояған жоқпын. Мен шашымды всегда кептірмей тұрып, бірінші тарап алам. Сіздер де солай істеңіздер. Атты кептіріп болғаннан кейін тарасаңыздар, шаш, жаман болады. Лучше это все сделать до высушания. Қалай? Высушания, ма? Ладно, все. Түсіндіңіздер, Смотрите. Ух ты, ребята. А теперь... Кто я теперь? Я не блондинка теперь. Что бояйды екен ба негізі, я? Онша сенбеп едім өзіме. Мәссаған. Кейін 1-2 жуғаннан кейін уже цветі ашыла бастайды да, андай ярко-розовый болып ше. Мына жақтарына тимей
мына жақтарына тимей қалыпты вообще. Смотрите. Так, мінекей, бір күн өтті. Бір күннен кейін менің шашымның цветі осындай болып тұр, қараңыздар. Негізі күн түссе әдемі болып тұрады, мынандай прям розовый, такой прям кукольный, осындай прям необычный цвет. Все, жандарым, сол бүгінге осы. Біздің видео аяқталды. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.